Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін Индира сіздермен бір супер жаңалықпен бөліседі. Бүгін мен қыздардың іздеп жүрген үй жағдайында жасалынатын эликсир молодостьті таптым. Ол шынымен де жақсы жұмыс жасайды, егер сіз оны күнделікті бір ай тоқтамай жасайтын болсаңыз. Ол неден және қалай жасалынады десеңіз, өте оңай жауабы. Егер сіздің үйіңізде бананның қабығы болатын болса, онда оны лақтыруға асықпаймыз. Себебі бананның қабығында бізге керек дәрумендердің бәрі бар. Яғни біздің күнделікті іздеп жүргеніміз ажымнан қалай құтыламыз, бетімізді қалай ағартамыз, керек емес дақтардан қалай құтыламыз, және де ылғалдығын қалай сақтаймыз деген сұрақтардың бәріне банан қабығы жауап беретін болады. Яғни бананның қабығында бізге керек витаминдардың барлығын алып пайдалануымызға болады. Лучше оны лақтырмай керегімізге жаратайық. Рецепті бастамас бұрын сіздер менің каналыма подписка жасап және лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздерге бөлісетін жаңа жаңа пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмау үшін сіздер маған подписаны болу керексіздер. Және де қоңыраушаны бассаңыздар, менің салған жаңа видеоларымды жоғалтып алмайсыздар, хабардар болып отырасыздар. Ал сіздердің маған деген сұрақтарыңыз болса, қызықтырып жүрген, іздеп жүрген маскаларыңыздың рецепті болса, комментарияға жазып кетіңіздер, мен сіздерге жауабын видео ретінде салатын боламын. Ал сізге және маған сәттілік, ары қарай видеода рецептпен бөлісемін. Ал бетімізге арналған масканы жасауға кірісейік. Ол үшін бізге не қажет? Ең керекті заттар бұл бізге бананның қабығы, лимон қышқылы. Егер сізде бетіңізде аллергия болса, не бетіңіз өте қатты сезімтал болса, лимонды қоспау міндетті емес. Кукуруз крахмалы, міндетті түрде кукуруз крахмалы болу керек, өйткені ол біздің бетімізді ағартуына және қара дақтардан құтылуына жақсы көмектеседі. Және де қарапайым өзімізді күнделікті пайдаланатын күріш. Кішкене ғана күріш қосамыз. Ал кірісейік. Ең алдымен біз бананның қабығын майдалап турап алуымыз қажет. Ал бананымызды жақсылап турап алдық. Енді бізге оны плиткаға қайнатқанға ыңғайлы ыдысымызды дайындаймыз. Бананды саламын. Бір ас қасық күріш саламыз. Толтырып салған жақсы. Күріштің пайдасы біздің бетімізге өте көп. Және де бізге керек бір стакан су. Осы дайын болған банан мен күрішімізді 10 минутқа ыстық плиткада қайнатып аламыз. Яғни 10 минут қайнау керек. Біздің бананның қабығы мен күрішті әбден 10 минут қайнатып алдық. Одан кейін суытып қойдық. Енді суыған бананның қабығы мен күрішті жақсылап блендермен не миксерда езіп алу керек болады. Өйткені оны біз крем ретінде бетімізге пайдаланамыз. Жақсылап езіп алдық. Енді оған бір қасық крахмал қосамыз. Крахмалдан кейін үстіне, егер бетіңізде өзіңізде цитрустарға аллергия болмаса, кішкене ғана лимон сығындысын
суын сууға болады. Өйткені лимон бетіңіздің ағаруына жақсы көмектеседі, және де керек емес пигменттерді көбейтпеуіне жақсы ұстап тұрады. Дайын болған массамызды әбден араластырып аламыз. Сіздерге бір лайфхак, одан бөлек бананның қабығын, егер де сіз бір бананның қабығын 5 литр суға салып, крышкасын жауып, бір күн тұндырып қоятын болсаңыз, сол дайын болған суды гүлдеріңізді суаратын болсаңыз, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Керек витаминдардың барлығы бананның қабығында гүлдерге жақсы көмектеседі. Ал енді дайын болған массамызды, яғни дайын болған кремімізді бетімізге жағамыз. Бұл кремді аптасына 7 күн бойы күніге жағуға болады. Яғни сіз осы жасаған составыңыз біткенше тоқтатпай 10 күн, 1-2 күн демалып, тағы да 10 күн жағатын болсаңыз, сіз шынымен де результатқа жетесіз. Ол жастың көлеміне қарамайды. 50 жастағы, 30 жастағы болсаңыз да бетіңіз жас баланыкіндей ағарып, тазарып, әжімдерден құтылып, тез қалпына келетін болады. Менің негізінде жасым 30-дан асқан, менде уже 18 жастан бастап майда әжімдер түскен, тұқым қуалаушылық. Мен анама маған әжімдер өте ерте түскен. Сол себепті мен әрдайым әжімнен құтылатын маскаларды жасап жүремін. Қазір жаз мезгілі келе жатыр. Жаздың күні бетіңіз күнге қатты күйген кезде, ожог алған кезде осы масканы жасайтын болсаңыз, рахмет айтасыздар маған. Шын айтам, жасап көріңіздер, пайдасы прямо енді шынымен де керемет. Осылай 30 минуттай ұстаймыз. Уақытыңыз шегерулі болса, яғни асығыс болсаңыз, 15-20 минут жеткілікті. Мейлінше 30 минут ұстаған жақсы. Осы 30 минуттан кейін бетіңізді жуып, өзіңіздің жақсы көретін майыңызбен, не болмаса креміңізбен жағып қоясыз. Жаңағы қалған кремді біз жақсылап пайдалану үшін, және бұл ашып кетпеу үшін өзіңізге ыңғайлы банкаға сақтап алыңыз. Мен осылай бұрын пайдаланған кремдерімнің ыдысына салып холодильникте ұстаймын. Яғни холодильникте бір апта, ең көп дегенде 10 күнге дейін ұстауға болады. 10 күннен кейін пайдалануға тырысыңыз. Сізде үй жағдайында жасартатын тез және оңай креміңіз дайын. Осы креммен сізде менде бірге әдемі жасарып, әрдайым сұлу болып жүрейік. Сізге ұнаса және пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.